Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен Дони. Мен бүгінгі видеома қош келдіңдер. Бүгінгі видеоның тақырыбының достар өздерің көріп тұрғандарындай, бүгінгі видеода мен кейс защитник ашқан болатынмын. Оның ішіне не түскені қызықты болса, давайте ең алдымен арнаға тіркеліп лайктарыңды басып кетіңдер. Комментарияларында жазуды ұмытпаңдар достар. Бүгінгі видео өте қызықты болды. Енді сендер қызықтыра бермей, давай кеттік ал видеомызды бастайық. Достар, мынау ескі кадр мен сіздерге бірден айтып қояйын. Бұл ивент бар кез, ал қазір ивенттің барлығы бітіп қалған, тек қана майор Гром дейтін шықты. Ал мен мына возвращение иллюзия ойынынан 500 000 рублей ұтып алдым достар. Және де менде дәл қазір 1 миллион рублей. Менде общий 3 билет иллюзия бар достар. Осы видеода қазір соның барлығын ойнайтын боламыз. Ал ендеше бізде уже бірінші ойын кетті достар. Оппана, маған уже 100 000 рублей берді. Мен көріп ақ қойдым уже, мына экран қараймай жатып. Және де мен алып алдым ойдым уже. Иә достар, біз 100 000 рублейді уже алып алдық. Ал енді мына пещерадан шыға берсек болады. Достар, осы жолы 200-ден асыра алмадым, бірақ сонда да рекорд қойдым. Және де 2000 рублей алып кеттім достар. Бірақ бұл жай ғана біз үшін копейка. 2000 рублей дейтін не ол, ақша емес қой. Қалтадан түсіп қалыватқан нәрсе ғой газ. Ал мынау біздің уже екінші ойынымыз достар. Возвращение иллюзиядағы. Так, бізге мына жақта не подарка берді екен? Қандай подарка достар? Так, оппана, бізге қайтадан 100 000 рублей. Ну, нормально. 5 энергияға қарағанда 100 000 рублей. Ал мынау болса менің үшінші ойыным. Және де бұл жерде маған 1000 звезды берді. Бұл өте керемет достар. Бізге алдағы уақытта кейс основателяны ашуға көмектесетін болады. Менің 5 ежедневный кейс ашқанымды достар 3,5 пен көріңдер. Және де правительствоға келіп машинаға право алып алдым достар. Менің правомның срогы бітіп қалыпты. Ал осы жолы 200-ден асырған болатынмын достар. 220 очкомен тағы да рекорд қойдым. Мынау бізде уже 4-ші ойын болып кетті достар. Және де бұл жақта бізге не берді екен, сол қызық болып тұр енді бәрінен бұрын. Так достар, қазір бізге не бергенін бірге көретін боламыз. Ой, е-майо. Мыналардың 1000 рублейден тұр ғой қазір маркетплейсте ше. 100 000 рублей берген жақсы дуана. Бәрекелді достар, мен казиноға қазір келдім. Мінекей өздерің көріп тұрғандарында. Және де мен скутерді мына жаққа қойып, казиноға осылай забор арқылы кірейін деп жатырмын. Уже кіріп кеттім ғой. Достар, менде уже байлық 1 миллион 100 000 рублей, жаңа 400 000 рублейге ойнап қадап қалдым ең бірінші ойында. Келмей жатып отылыс болып жатыр енді. Көреміз енді дальше. Көреміз дальше. 3 миллион болып кетті ма? Қалай бұлай жігіттер? 1,5 миллионнан 3 миллион қылып шығарып алу. Негізі нормально былай келгенде ше, просто x мен ровно қылып шығарып алдым. Қазір ивентті көтеріп, соған достар мен дейтін дәл қазір кейс основателі ашатын боламын. Все достар, ивентті 35-ке дейін көтеріп тастадым, және де кейс основателяны алдым достар. Менде қазір байлық 2 миллион 300 000 рублей қалыпты, 700 000 рублей сонда кетті ғой менде мына кейс основателяны алуға. Енді бізде қазір окуп берсе жақсы болатын еді, енді қайдағы жоқ, слив андай. Болмайтын аксессуар болмаса басқа нәрсе түспейше. Сюда, достар, ебай, додждемін, SRT көлігі түсті бізге. Бұны пөлға жібергеннің өзіне 230 пөл, бірақ бұны біз дейтін әрине алып аламыз достар. Казиноға қайттан кіріп кеткен жайым бар енді достар, сәл 3 миллионға байлықты қайттан көтеріп алсам, ана додждемінді 3 миллионға госқа сливать етсем, короче, плюстамыз ғой енді, плотно ше. Достар, байлықты енді 3 миллионға дейін көтере алмадым до конца, бірақ 2 миллион 800 000-ға дейін көтердім максимальны. Арман қарай бірақ қадалып қалдым. До конца қадалған жоқпын енді достар. Байлық 2 миллион 400 000 рублей болған кезде казинодан бірден шығып кеттім. Так, додждемінді шығардым, және де бұны госқа сливать ету 3 миллион 50 000 рублей екен достар. Әдемі. Тегін кейстен бізге 3 миллион түсті, бұл өте керемет. Все достар, додждемін көлігін госқа сливать етіп жібердім 3 миллион 50 000 рублейге, және де менің қолымда дәл қазір байлық 5 миллион 440 000 рублей. Тағы да возвращение иллюзия ойынын ойнаған болатынмын достар, және де мынадан маған так достар не түскенін қазір көретін боламыз. Бізге достар, так стоп. Ебать достар, инструктор полярный клаус бізде дейтін анау скин бар ғой, крафтқа қосқан достар, өздерің білетін шығарсыңдар енді. Соның, короче, создать ететін нәрсені берді, инструкция дейтін.
ебать, мынау дейтін бізде около лям тұрады достар, кемінде миллион рублей тұрады. Менде ревардта достар VIP платинум 3 күнге бар тұғын, қазір осыны алып аламыз да, және де маркетплейске жаңағы инструкция полярник клаусты 1 миллион рублейге қоя салатын боламыз достар. Оны алса да алмаса да, енді алса алып кетсін, алмаса сақтап қоя салам енді. Ебать достар, бізде уже анау сатылып кетті, баликтарыңдар, бізде уже 6 миллион 641 мың рублей тұр. Достар, мен дейтін қазір кейс защитник ашайын деп жатырмын. Бұның үшін не түседі екен, сол да біз үшін өте қатты маңызды достар. Ал 700 блоккоин түссе керемет болушы еді. Так, бұның үшінен бізге ебай достар, эксклюзивный тачканың бірі түсті. Бұны распылить ету 200 пыл, бірақ та бұның госы қанша тұратынын білсеңдер ғой достар. Бұны госқа сливать етудің өзі 5 миллион рублей. Ал бұны адамға сатсаң вообще 15-20 миллионға алады достар. Сок күйінше әшейін алып кетеді. Достар, өздерің көріп тұрғандарыңдай, менің қолымда дәл қазір 2 стандартный кейстер. Осының хотя бы біреуінен 600 блоккоин түссе дұрыс болатын еді. Себебі мен сол кезде резко блокпас алатын едім, бірақ та маған ішінен чота. Так, мынау Kia K5 көлігі достар, бұл бізде пока что забрать ете тұрайық. Қазір распылить ететін болсақ, пылға жібере салатын боламын. Ал мынау бізде қандай көлік? Чота новенький Nissan Tiana G32 дейтін көлік екен, 120 пылға кетеді бұл бізде. Өкінішті әрине бізге 600 блоккоин түспеді, хотя бы 205 блоккоин бар еді өзімде, резко блокпас сатып алуға жететін. Достар, мен донат магазиннен көріп жатырмын, қазір жаңа түскен көліктерді қаншаға госқа сливать етуге болады. Мұны бізде жаңағы новенький көлік, бұны 750 мың рублейге госқа жіберуге болады екен. Ал Kia K5 бізде достар 1 миллион 250 мың рублейге кетеді. Ал біз дәл қазір мұна екеуін распылить ететін боламыз достар. Мен дәл қазір 2 миллион рублейді распылить етіп жатырмын. Дәл қазір менде 1110 пыл жиналды. Және де менде мына жақта тағы да не бар екен распылить ететін достар, айтпақшы, менде VIP Gold бар екен ғой, 90 пылға кетеді, және де менде общий 1200 пыл болды достар қазір. Достар, бізде жаңадан обновление шыққан болатын, майор Гром дейтін, короче, қазір мен соның сюжетный линиясын өтетін боламын. Барлығын көрсетіп отырсам әрине скучный болып кетеді, сондықтан тек қана наградаларын көрсететін боламын. Бірінші сюжетный линияның наградасы небәрі 10 мың рублей. Достар, неге бұндай? Себебі қазір ивент емес, тек қана сюжетный линия. Сондықтан бізге осындай тек қана ақшалай беріп жатыр. Ал екіншісінің наградалары бізде енді более-менее крупный достар. 30 мың рублей, 2000 БП очко және де 6 XP. Достар, мен қазір кейс бамжа ашып жатырмын. Бұның ішінен бізге Niva түсті. Бұл 175 мың рублейға госқа кетеді, ал бұны пылға жіберсек 20 пыл болады. Бірақ маған дәл қазір пыл жинау керек, сондықтан не түссе де мен барлығын распылить ете беретін боламын. Екінші кейс бамжаның ішінен бізге так. Ебай достар, тағы да Niva достар. Мына 2 Niva'ны алып госқа сливать еткенде 350 мың рублей болатын еді. Бірақ дәл қазір маған ақша емес, пыл керек. Особо кейс ашып, одан золотой тачка алып алмайым ба? Ал енді үшінші кейс бамжадан бізге фигня түсті, короче. Оны да распылить етіп жібердім. Ал енді Black Passқа келетін болсақ, мен 60-шы уровенге жеттім достар. Мен уже Flat Mini деген көлікті алып алған болатынмын. Ал достар, мына ойынды мен ойнап көрейін деп жатырмын. Қазір мынау бізде көктемде болған жоқ па, по идее. Достар, ол кезде Благрашаның ашылуына орай 5 жыл меді, 4 жыл меді, короче. Сол кезде осы ойынды қосқан болатын, бірақ та машиналары басқа тоның ол кезде ше. Короче, достар, мен мына бандитті ұстап алдым, өстіп жолын жауып тастадым да, енді дальше өзіміздің первое местомыз алып кеттік, 10 мың рублеймен 100 рейтингті. Бізде мына жақта осындай наградалар бар екен достар, қарап алыңдар. Ең бастысы VIP Platinum 12 сағатқа, бір өкініштісі достар, кейс Громды мына жерге қоспапты. Бұнан қараңдар достар, мына жерде бізде 2 золотой тачка, бірінші жаңағы полицейский Lamborghini, мынау маска, мынау өте кереметте скин, және де мынау Рубцов беді сондай скин, ал мынау косплей майора дейді, соны майор Гром жоқ па не аяқта.